Бір күні маған дайректке хат келеді: сәлеметсіз бе, мен тендерде 500 мыңға минусқа кіріп кеттім дейді. Мен шошып кеттім, неужели бұл адамды мен үйреттім? Сұрадым бірден: сізді кім үйретті? Мен енді самоучкамын дейді. Өз бетімен оқыды. Не деп айталам? Поздравляю, сіздің сабағыңыздың құны 500 мың теңге. Бұл сізге енді сабақ болады деп ойлаймын. Қаржылық сауаттылығы нулевой деңгейде болса, егерде ол кез келген товардың, қызметтің, жұмыстың өзіндік құнын дұрыс есептей алмайтын болса, әрине бұл кісі минусқа кіреді. Сәлем, мен болашақ миллионерлерім, сәлем менің арнамның құрметті, сүйікті көрермендері. Қалайсыздар? Сіздермен әдеттегідей мен, Сәкен Сабина ханым, тендерлік алаңдарда 8 жылдық тәжірибесі бар практик тендерщик. Бүгінгі біздің тақырыбымыз өте қызықты. Жаңадан бастап келе жатқан тендерщиктердің топ 3 қателіктері. Дайын болсаңыздар, кеттік. Ал, жаңадан бастап келе жатқан тендерщиктер қандай қателіктерді жасайды? Негізі жаңадан бастап келе жатқан тендерщиктердің қателіктері өте көп, бірақ оның топчигі бар да, соның үшеуін бүгін қарастыратын боламыз. Біріншісі, әрине, заявканы дұрыс қалыптастырмайды, құжаттардың біреусін салып, біреусін салмай қалады. Сонда оларды заказчик жаңағыдай ешқандай допуск бермей тендерден лақтырып тастайды. Былайша қарапайым сөзбен айтатын болсақ. Демек, бұл жерде құқықтық сауаттылық жоқ деген сөз. Бұл енді жиі жасалатын қателік, білімсіздік. Біріншіден, бұл жерде құқықтық сауаттылықтың жоқ болғандығы осындай қателікке алып келеді. Көп адамдар өзінің біліміне қаражатты бөлгісі келмейді, өзім үйренемін дейді, жаңағыдай практика жүзінде көремін дейді, және құжаттарды енді тәжірибесі жоқ болғандықтан, әрине бұл қателік ең басты. Топтың ең бірінші қателігі осы. Заявканы дұрыс қалыптастырмайды, құжаттарды дұрыс салмайды, кейбір құжаттарды мүлдем салмайды, кейбір құжаттарды дұрыс емес құжаттарды салып жібереді. Бұл біріншісі. Екіншісі, бұл өте мәселен мүмкін сіз естіген шығарсыздар. Ой, тендерге қатысудың қажеті жоқ. Тендерге қатысаң минусқа кіріп кетесің деген. 100% сіз бұны естідіңіз. Бұл сөз қайдан пайда болады? Егер де жаңадан бастап келе жатқан тендерщиктің қаржылық сауаттылығы болмаса, әрине бұл кісі минусқа кіріп кетеді. Егер де бұл адам поставщик, жаңадан бастап жатқан тендерщик, қаржылық сауаттылығы нулевой деңгейде болса, егерде ол кез келген товардың, қызметтің, жұмыстың өзіндік құнын дұрыс есептей алмайтын болса, әрине бұл кісі минусқа кіреді. Мен де айтқандай бір осы тақырыпқа қатысты бір мысал келтіре аламын. Менің инстаграм парақшама бір әйел 1 жыл бойы жазылып жүрген, менің посттарымды оқиды, тікелей эфирлерімді қарайды, жаңағы бір ақпаратты жібермейді, өзімен өз бетімен жаңағыдай тендерге қатысып кетіпті ол кісі. Бір күні маған дайректке хат келеді: сәлеметсіз бе, мен тендерде осындай 500 мыңға, по-моему 500 мыңға минусқа кіріп кеттім дейді. Мен шошып кеттім, неужели бұл адамды мен үйреттім деп. Сұрадым бірден: сізді кім үйретті? Деп едім, мен енді самоучкамын дейді. Өз бетімен оқыды. Сөйтсем, бұл енді әрине дұрыс санамаған, 500 мыңға минусқа кіріп кеткен. Мен айттым: ну, не деп айталам? Поздравляю, сіздің сабағыңыздың құны 500 мың теңге. Бұл сізге енді сабақ болады деп ойлаймын деді. Әрине міндетті түрде қаржылық сауаттылық болу керек. Сіздер міндетті түрде кез келген товардың, қызметтің, жұмыстың өзіндік құнын дұрыс есептеуіңіз қажет. Дұрыс есептемесеңіз, минусқа кіріп кетуіңіз әбден мүмкін. Топ 3-ші қателік. Бүгін тек қана топтарды қарастыратын боламыз. Топ 3-ші бұл азарт. Мәселен, тендерлік алаңдарда сатып алулардың түрлері өте көп қой. Запрос ценовых предложений, конкурстың бірнеше түрі бар, 6 түрі бар, тек қана конкурсты. Және де аукцион деген бар. Аукционда бұл жерде онлайн форматта бағаңызды түсіретін болғанда, кейбір біз енді өкінішке орай кеуде бар, бұл тендерді міндетті түрде мен алам деген сияқты бір шешімдер бар.
адамдар қабылдайды осындай шешімді және азартқа кіріп кетеді. Мәселен, мен өз басым 50 миллион тендерін 5 миллионға ұтып алған поставщикті көрдім. Әрине, бұл енді 5 миллионға бұл тендерді 100% орындай алмайды. Орындамаған жағдайда реестрға кіреді, бұл үлкен проблема. Сондықтан да бұл енді топ 3 қателік. Ал енді сіздің сұрағыңыз дәулетті тендерщик қандай болады? Біріншіден бұл мұқияттылық. Дәулетті тендерщик өте мұқият адам. Құжаттардың барлығын мұқият оқиды, заявканы мұқият жасайды, құжаттардың барлығын мұқият оқып, дұрыстап тіркейді. Качествосы, да? То есть дәулетті тендерщиктің топ 3 қасиеттері десек болады. Біріншісі бұл мұқияттылық, екіншісі бұл сабырлық. Тендерде сабырлы болу керек. Ешқашан бір тез арада шешім қабылдамау керек. Барлығын санау керек, қарау керек, зерттеу керек деген сияқты. Әр шешімді сабырлықпен қабылдау керек. Мәселен, кейде болады, тендердің жабылуына ойбай 15 минут қалды, тез заявка беруім керек деп асығып, үсігіп, заявканы беріп бір қателіктер кетеді. Және де үшіншісі бұл сауаттылық. Сауаттылықтың екі түрі болады. Қаржылық сауаттылық және де құқықтық сауаттылық. Сіздер әрине өзіңіздің құқығыңызды, сатып алулардың заңдарын, методтарын барлығын білуіңіз қажет. Және де қаржылық сауаттылықты айтатын болсақ, бұл жерде әрине сіз кез келген товардың, қызметтің және де жұмыстың өзіндік құнын дұрыс есептей білуіңіз керек. Мәселен, мысал ретінде миллионға тендерді, мысалы, фломастер делік. Заказчик миллион теңгеге 1000 фломастер сатып аламын дейді, әрқайсысы 1000 теңгеден деген тендерді сіз ұттыңыз. Мәселен, заказчик тендер жариялады делік, 1000 фломастер сатып аламын деді, 1,5 теңгеден әрқайсысына төлеймін деді. Сіз бұл тендерге заявка бердіңіз, әр фломастерді 1000 теңгеден жеткізем деп тендерді ұтып алдыңыз. Демек, 1 миллион теңгеге тендерді ұттыңыз, барып ол фломастерді 500 000 теңгеге сатып алдыңыз. Бұл жерде көп адамдар ойлайды, мен 500 000-ға сатып алатын болсам, заказчик маған миллион төлесе, менің пайдам 500 000 деп. Бұл үлкен қателік. Бұл дұрыс емес есеп. Егер де сіз нақты кез келген товардың, қызметтің болмасы, жұмыстың формулаңыз білгіңіз келсе, онда біздің курсымызға, онлайн курсымызға болмаса, офлайн курсымызға тіркелсеңіздер болады. Біз оны толық талқылаймыз, мысалдармен шешетін боламыз, және де қаржылық сауаттылық деңгейіңізді, құқықтық сауаттылық деңгейіңізді көтеретін боламыз. Курсқа тіркелу үшін бұл видеоның астындағы ссылка арқылы өтетін боласыздар. Ал егер де сізде қосымша сұрақтарыңыз қалған болса, онда видеоның астындағы комментарийге жаза кетіңіз. Біз міндетті түрде мүмкін келесі видеода сіздің сұрағыңызға жауап беретін боламыз. Әрине біздің арнамызға жазылып кетіңіз, колокольчикке басыңыз, және де әрекет жасаңыз. Әрекет түбі нәтиже, нәтиженің түбі береке, достар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.